Мына Олжас Байділдинов орыстың ертегілеріндегі Баба-Ягаға қатты ұқсап кететін былай дейді, енді Қазақстанда дейді қазақ тілі күшейіп бара жатыр дейді. Мектептерде орыс сыныптарының саны қысқарып, телеканалдар кешкі 6-дан кейін қазақ тілінде көп сөйлейді дейді. Жаңағыдай госканалдардың барлығы мемлекеттік гранттарды ұтатта, жаңағыдай тек қана қазақ тілінде сөйлеуді көбейтіп жатыр деген сияқты осындай былшылдаған әңгімені жіберіп отыр. Енді осы мәселеге кім әлемдік жұлдыз біздің нағыз елдің болашағына алаңдайтын біздің Димаш Құдайберген, міне жарайсың, 4 миллионнан астам оқырманы бар. Мен әнші едім, мен күйші едім, биші едім, блогер едім, актер едім, басқа едім, спортсмен едім демей, міне елдің болашағына алаңдайтын нағыз саналы азамат. Жарайсың Димаш, Еркебұлан Тоқтар және Алпамыс деген сияқты осы блогерлер, актерлар, боецтер дейікші. Енді Еркебұлан Тоқтар, міне саған міне осы 3-4 күннен бері қақсап жүргенім осы еді ғой. Енді ұсыныс сіздерге осында қоғамдағы мәселені салып отырсаңыздар арасында контенттеріңізде. Ол үшін сіздерді келіп ешкім даттамайды, ешкім құлақтарыңызды кесіп алмайды. Қазақстанда қазақ тілінің көбейіп бара жатыр деген әңгіменің өзі не деген ол сорақы әңгіме екен енді білмеймін. Менің жалпы жеке сөзім қалмады, барлығын енді